Арман мен Айдос үйлерінен шықты. Арман мектепке баруы үшін оңтүстік бағытқа 1 километр, содан соң батыс бағытқа 4 километр жол жүрді. Ал Айдос домбыра үйірмесіне баруы үшін солтүстік бағытқа 5 километр, шығыс бағытқа 4 километр жол жүрді. Арман мен Айдостың арақашықтығын табайық. Ол үшін координаталық жазықтықта Арманды А, Айдосты В нүктесі деп белгілеп, А нүктесінің координатасы -1-де -4, В нүктесінің координатасы 5-те 4. А В нүктесінің арақашықтығын табуымыз үшін түбір астында А нүктесінің бірінші координатасынан В нүктесінің бірінші координатасын азайтып квадраттап, оған А нүктесінің екінші координатасынан В нүктесінің екінші координатасын азайтып квадраттап қосуымыз керек. Сонда түбір астында 100, 100-ді түбір астынан шығарсақ 10, яғни Арман мен Айдостың арақашықтығы 10 километр. Тік бұрышты координаталар жүйесі берілсін. X осі және де Y осі. Осы жазықтықта А және В нүктелері берілген деп есептейік. А нүктесінің координатасын X1, Y1, В нүктесінің координатасын X2, Y2 деп белгілейік. Осы А-В нүктелерінің арақашықтығын табуымыз керек. Ол үшін А және В нүктелері арқылы координата осьтеріне перпендикуляр жүргізіп, олардың қиылысуынан С нүктесін аламыз. Шыққан АВС үшбұрышы тік бұрышты үшбұрыш. Пифагор теоремасы бойынша АВ квадрат тең асы квадрат қосылған СД квадрат. Мұндағы асы кесіндінің ұзындығы. Модуль x1 минус x2 СВ модуль y1 минус y2-ге тең. Модуль таңбасын қоямыз, себебі ұзындық әрқашан 10 сан болуы керек. Осыдан АВ тең түбір астында x1 минус x2-ның квадраты қосылған y1 минус y2-ның квадраты. Осы формула арқылы жазықтағы екі нүктенің арақашықтығын таба аламыз. Қазақстанның алтын емел ұлттық табиғи саябағы асуындағы бедер алтын ертоқымды еске түсіреді. Дәл осылай оны Шыңғысхан жасағымен Орта Азияға бара жатқанда атаған еді. Оқиға қай жылы болғаны А нүктесінің координатасы 2018, 3030 және де В нүктесінің координатасы 2018, 1811 нүктелерінің арақашықтығын тапқанда шыққан санмен өрнектеледі. АВ тең болады түбір астында 2018 минус 2018-дің квадраты қосылған 3030 минус 1811-дің квадраты тең болады түбір астында 1219-дің квадраты тең болады 1219. Яғни жауабы оқиға 1219 жылы болған.